Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Нұргүл. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, қатпарлы ұйғыр самсасын пісіретін боламыз. Видеоны толықтай соңына дейін қарап шығыңыздар. Самсамызды бастайық. Ол үшін бізге ұн, сары май, жұмыртқаның сарысы және бүтін жұмыртқаның ағы мен сарысы, қаймақ және су қажет. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды салып алып, қалған заттарды біртіндеп үстіне салып шығамыз және де барлығын жақсылап араластырып, бір келкі қамыр болғанша, қолға жабыспайтын қамыр болғанша жақсылап илеп аламыз. Артық ештеңе қоспаңыздар. Видеода қай заттан неше граммнан қанша штуктан не қосқанымды описание бөлімінде қалдырып кететін боламын. Дайын болған қамырымызды пакетке салып, холодильникке 1,5-2 сағаттай қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша салмамызды дайындап аламыз. Ол үшін шегілген етімізді таза ыдысқа салып алып, пиязымыздың барлығын 4 бұрыштап майдалап, жақсылап турап, барлығын бірге араластыратын боламыз. Дайын болған пиязымыз бен еттің үстіне тұзымызды сеуіп, өз қалауларыңызша бұрыш, дәумдеуіштер сепсеңіздер болады. Барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Кішкене су және пістемай құйып жіберетін болсаңыздар, еттеріңіз іртік-іртік болмай, прям жұмсақ болып, сочный болып пісетін болады. Дайын болған қамырымызды 3 бөлікке бөліп алдым және де барлығын суалалап, біртіндеп жайып шығатын боламын. Қамырымыздың барлығын осылай бір келкі етіп жайып аламыз және де үстіне май жағып шығамыз. Майымыздың барлығын осылай бір келкі етіп жағып шығып, 10 минутқа демалдыруға қойып қоямыз. Содан соң барып үстіне кішкене ұн себелеп шығып, қамырымызды шетінен бастап орап, холодильникке пакетке салып, тағы да 1,5 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болған қамырымызды 40 граммнан бөліп шықтым. Сіздерде қол таразы, бұндай таразы болмаса, көз өлшеммен өздеріңіз бір келкі етіп өлшеп алсаңыздар болады. Қамырымызды тігінен осылай мұжып, солай жаятын боламыз. Қатпары сол кезде кетпейді. Кесіп алған қамырымыздың барлығын біртіндеп жайып шықтым. Содан соң барып ішіне салмамызды салып түйетін боламыз.
Самсамыздың барлығын түйіп болдым. Осы тұста листті қыздырып қоямыз. Қызып тұрған листімізге самсаның барлығын салып біртіндеп үстіне жұмыртқа жағып шығамыз. Жұмыртқа жағып шығып 200 градуста самсаны пісіріп аламыз. Жұмыртқамызды жағып болған соң өз қалауларыңызша күнжіт сеуіп шықсаңыздар болады. Самсамыз пісіп шықты. Өте қатпарлы, әдемі болып пісіп шықты. Жасап көріңіздер. Видеоны толық аяғына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Қош сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.